Keshir mening qiyalımdı, keshir sensiz ömür sürmez. Yüreğimde tünnekке ayналма. Қалай зор ма? Міне біздің қазақтың жігіттері осындай нәтижелерге жетіп жатыр, жетістіктерге. Я олар өзіңнің ғана арқасы емес, біз сияқты үндемей осы нәрсеге көзін жұмып, қалыпты нәрсе деп қарап, толерантты болып бара жатқанымыздың жемісі шығар деп ойлаймын. Я бізде аят хадистерде бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, егер мұсылман қауымы бір жамандықты көрсе, оны қолмен тоқтатсын, қолынан келмесе сөзбен тоқтатсын, сөзбен де тоқтата алмаса, жүрегімен жиіркенсін деген. Ал біз осы нәрселерден де уже жиіркенуден қалыпты жағдай ретінде қарап жатырмыз. Қазіргі жас ұрпақтарға бұны не деп түсіндіреді де білмейміз. Осы мәселе, осы проблема бойынша құзырлы органдар неге заң шығарып, неге осыны тоқтатуды қолға алмай жатыр, сол менің қабырғама қатты батады.